Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгінгі шығарылымда денсаулыққа кітаппен атты эфиріміз болмақ. Ата-бабамыздан қалған өсиет, дені саудың жаны сау деген ұғымда ғасырлар бойы жиналған тәжірибе мен білімнің негізі жатыр. Бұрын денсаулықты жоғалту адам өміріне ең қауіпті, орны толмас өкініш деп қаласа, бүгінгі күнде сырқат адамға аса қауіп туғызбайды. Себебі қазір медицина адамның өмірін қорғап қана қоймай, тіпті кейбір ауыр сырқаттарды да сауығып кетуіне көмектеседі. Осыдан бірнеше ондаған жылдар бұрын ауыр сырқаттан жазылып кетудің ғажайып құбылыс деп саналатын. Бүгінгі күнде ауруды емдегеннен бұрын оның алдын алу тиімді екеніне еш күмәнді келтірмейді. Адам өзінің денсаулығын сақтап, оны нығайту үшін адамдардың дене құрылымы, оның болатын процестерді, мүшелердің бір-біріне қалай әсер ететінін, сондай-ақ ағзаның өзін қоршаған табиғи ортаға байланысын білген жөн. Сонымен қатар жиі кездесетін ауруларды, олардың шығу себебін, ағымын уақытында емделсе, одан болатын қатерді, сондай-ақ олармен қалай күресу керек екендігін білу де қажет. Ең негізгісі, өзіміздің жіберген қателігімізден денсаулығымыздың жоғалтып алмай, қайта оны нығайту үшін адам ағзасына пайдалы затты оқып білудің маңызы зор. Олай болса, балаларға арналған балалар денсаулық энциклопедиясы ерекше кітап екенін ұмытпайық. Сөздік түрінде жазылған энциклопедия адам ағзасы, денсаулығы және әртүрлі аурулар туралы негізгі мағлұмат береді. Бұл кітапта сенің өз ағзаңды тануға, оның құпия сырларын ашып, оған не қажет екенін білуге көмектеседі. Өзін өмір сүріп отырған қоғам сендердің алдарына үлкен де күрделі мәселелерді шешуге қойып отыр. Олай болса, бұл міндеттерді абыроймен орындау үшін білімді және өз ісінің шебері ғана болып қоймай, азаматтардың қол жетпес байлығы, мықты денсаулық керек. Келесі доктор от Бога кітабына назар салайық. Бұл кітапта кеңес одағы медицина саласының үздік жоғары санатты дәрігер, ауған соғысындағы дәрігер, интернационалист жауынгер ретінде қатысушы, Қостанай облысындағы Рудный қаласының құрметті азаматы Амангелді Жантемировке арналған. Амангелді Мырзахметұлының қысқа да жақын ғұмырында атқарған орасан зор ісі болашаққа ұрпақ үлгі. Осы кітаптағы мақалалар мен ой-пікірлерді, оның кішіпейілділігі, әркімнің қолынан келгенше көмек көрсете білгендігі, дәрігер ретінде біліктілігі көрініс тапқан. Халық туған жерін сүйген азаматтың жасының біразға келіп қалғандығына қарамастан, елбасына күн туса кеудесін оққа тосып, ерлік жасауға дайын бола алатын, ауған соғысынан өзін сұранып баруынан айқын көрінеді. Ендеше бұл еңбектің жастарды отан сүйгіштікке, қазақстандық патриотизм рухына тәрбиелеуге өте қажетті құрал бола алатынына сенімдіміз. Дәрі дертке дауа, жанға шипа. Бұл кітапқа келетін болсақ, Сәлкен Соқпадиннің көпке белгілі бұл еңбек толықтырылып, 4-ші рет қайта басылып отыр. Мұнда дәріханаларда дәрігерлердің қағазсыз сатыла беретін, ең жиі қолданылатын және тек дәрігердің ұйғаруымен ғана берілетін дәрілер. Сонымен қатар соңғы кезде шыққан жаңа дәрілер мен шетелдік дәрілер туралы да түсінік беріледі. Дәріні ішу, сақтау тәртібі айтылады. Рас, кітаптың алғашқы басылымдарынан бері аз уақыт өтті. Бүгінде көп нәрсе өзгерді. Жаңа дәрілер айналымға енді. Ал олардың көбісі қолданыстан шығып қалған. Сондықтан автордың жазып қалдырған соңғы толықтыруларында бұлар қамтылмаса, оған кешіріммен қараған ләзім. Ал тұтас алғанда еңбек маңызы жойылмақ емес. Ревизор Субханбердиннің Қазақ КСР денсаулық сақтау министрлігінің жанында ғылыми советі президиумының қалауы бойынша шыққалы тұрған бұл кітап жалпы оқушылар жұртшылығына арналған кең көлемді құнды шығарма. Негізі
Дәрі-дәрмектер жайында мәліметтер алатын осы уақытқа дейін қазақ тілінде кітап болмай келді. Сондықтан да халық арасында, әсіресе ауылды жерлерде кең таралған кейбір ауруларға қарсы қолданатын дәрілерді жұртшылық білмей келген. Бұдан былай медициналық хабары жоқ адамдар осы кітапқа қажетті дәрі-дәрмектердің дәріханалардан дәрігердің қағазынсыз-ақ сатып алуға қолдануына болады. Сонымен қатар автор тек қана дәрілердің ұйғаруымен пайдаланатын дәрілерді де ауру түрлеріне қарай жүйелеп айқын ескерткен. Сайып келгенде бұл кітап қалың көпшіліктің денсаулығын сақтау көрнекті көмекші құралы болады. Сонымен қатар медицина қызметкерлерінің халық алдында міндеттерін асқақ абыроймен атқаруына толық мүмкіндік туғызады. Адам миы табиғаттың ең керемет және жұмбақ жаратылысы. Оның айналасында жалған сөздер мен қате түсініктер бар. Дүние жүзінде миллиондаған ғалымдар, дәрігерлер, философтар, лингвистер, психологтар мыңдаған жылдар бойы миды зерттеп келеді. Алайда біз ми туралы білімімізді қаншалықты алға жылжыдық. Ми енді жұмбақ емес деп айтуға бола ма? Біз неғұрлым көп жауап тапсақ, соғұрлым өзімізге көбірек сұрақ қоямыз. Біз миымызды тек 10% ғана қолданамыз ба? Біз қалай ойлаймыз? Жат қай жерде жазылады? Армандар не туралы айтылады? Телепатия бар ма? Наш мозг от и до я кітабында беттеріне сіз осы сұрақтарға жауап ала аласыздар. Ал кейбір сұрақтарға ғалым болашаққа әлі жауап таба алмай жатыр. Мейірбике ісінің негізі кітаптарына келетін болсақ, бұл оқулықта алғаш рет Қазақстан Республикасы аймағында қолданылатын бұйрықтарға, нұсқаулықтарға, медициналық манипуляцияларға стандарттарына сәйкес мейірбике ісінің негізі бойынша материалдар жинақталған. Оқулық қазіргі уақытта озат үлгілердің бірі болып саналатын модульдік жүйе түрінде беріледі. Әр модуль өзіндік жұмысына арналған тест және тапсырмалармен толықтырылған. Келесі кітапқа назар аударайық. Қазақтың халық дәстүрлі емшілігі. Қазақ дәстүрлі халық емшілігіне қолданылатын дәрі-дәрмектер адал және арам дәрілер болып екіге бөлінеді. Адал дәрілер өсімдіктен жасалынатын, ет жеуге келетін жануарлардың еті, сүті, майы, тағы басқа минералды және химиялық заттардан жасалынатын дәрілер. Арам дәрілер етті жеуге жарамайтын жануарлардың еті, сүті, майы, терісі, тағы басқалары. Ешкінің еті жеңіл, сорпасы асыл, тез торалтады деп сырқаттан айыға бастаған адамға қазақ ешкі етімен тамақтандырады. Ешкінің еріген тон майы от шарпыған денесінен күлдірген жара тез жазылу үшін шүберекке малып орайды. Бұл күйген жердің суын тез сорып, жаралы жерді өнбереді. Денсаулық зор байлық. Денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Назарларыңызға рахмет.